Ал қазір күн шықты. Так, оянатын уақыт келді. Қыздар, тамақ дайын болып қалды. Оянатын уақыт келді. Тұрғым келмейді. Жүр кеттік. Анамыз уже тамақ пісіріп қойыпты. Оянайық. Бетімді жуып болдым. Туалетке отырамын. Менде. Наумаған. Жоқ. Жүр кеттік, уақыт созбайық. Тісімізді кім ішеді? Сосын шай саламыз. Кеште бірақ шай салайықшы. Жуынамыз. Жүрейді, анамыз ұшпайды ба? Үй телефонымызда оймыз ба? Иә. Алсалшы менікінде жарайды. Телефоның қайда бірақ? Анашым алып кетті ғой деймін. Анда тосып отырған шығар телефонмен бірге, көп көріп қалайық деп. Так. Түсіп бара жатырмыз. Түссекші өзі. Лифт неге осындай баяу? 10-15 минут жүрсеміз. Как будто біз 10 этажға, бірінші этаждан 10 этажға дейін көтеріп бара жатқандай. Науақа енді келдік. Әлі де оқым қалған жоқ. Қыздар, тез отырыңдар, тамақ ішіңдер. 7 болып қалайын деп жатыр, бірақ сендер мектепке бару керексіңдер. Яғни мектеп сағат 8:00-да басталады. Анашым білеміз. Ой, қайда бір кітаптар құлап қалды, аласыға. Телефонымыз. Қыздар, телефонды қойыңдар. Жарайды, жүр кеттік, отыр. Отырайық. Астарың дәмді болсын, қыздар. Анашым саған да рахмет. Саған да. Мен жеп болдым. Мен тежімді ішіп алайын. Жұмыртқамды жеп алайын. Қыздар, тездетіңдер. Уже сабақ бастауын деп жатыр. 7 болайын деп қалды, тездетіңдер. Рахмет, анашым. Ыдысты кім жуады, Мен заңдырдардың келеді ме? Так. Тез, мен ыдысымды жуасыңдар қазір. Кешіріңдер. Неге бастан ұрса ма? Мен кет. Анашымға не болған, Анашым қызық қой. Жүрет, көп тұрмайық. Жүр кеттік, ыдысты жая салайық. Жуа салайық. Анамыз ұрыспай тұрғанда. Жуып болдық. Ыдыстарымыз, кружкаларымызды жуып болдық қой. Су қосыңдар. Міне. Менде қазір су болды, жабайық, жүр кеттік. Киінеміз. Анашым, біз 2-ші этажға көтерілеміз киінуге. Киініп алыңдар. Осы мектепке бара беріңдер. Анашым, көтеміз. Неге ұзақ қайттан көтеріп бара жатырмыз? Так, ура, түстік. Келдік. Неге шықты саберем. Киімізді киіп алайық. Блокнотым жарайды, сосын жазам. Блокнотына не жазасын, Мен айтпайым оны. Неге айтпайсың? Жасырмашы. Неме болады, жарайды, сосын қой саламын. Сумкемді алайын. Мен де қазір киіп алайын. Сумкемді аламын. Киімді жинап қой. Мен дайынмын. Мектептің формасы. Үйінен ашып қою керек қой. Ұтып кеттік. Жүр кеттік тез. Астатсекті телефонымызды алып алайық. Қайтқанда өзіміз қайтамыз ғой, Анашымен қалып алу керекпіз. Қайтадан баяу лифтпен түсу керекпіз. Не деген баяу. Мен уже тосып шаршап қалдым. Уже 15 минут өтті. Тездетіңдер.
қойыңдар. Тез. Қазір соғам. Соқпасаңшы, қазір сындырасың ғой. Ура, келдік. Так, есік ашылды. Анашым, біз кеттік мектепке, я. Аха, кілтпен аша салынды, сосын жаба соғам. Аха. Кілтпек, жүр кеттік. Ашым сау бол. Телефондарын алдыңдар ма? Ой, телефонымыз бере салшы. Ой, міне екен ғой телефондар. Жүгіріп бара жатырмын. Ешқайда кетпеңдер, тосыңдар. Сендер жалғыз қайтасыңдар. Удачи, қыздар. Сендер жақсы көремін. Сау болыңдар. Жүр кеттік. Келіп отырайын диванға. Мынау қызықсыз. Мынау қызық сияқты. Көрейін. Ұйықтап кеттім. Ау. 2 сағат өтті. Ой, ұйықтап қаптым ғой. Так, уже скоро келіп қояды. Тамақ пісіре берейін, 1 сағаттан кейін уже келеді. Тамақ 1 сағат пісіреді. Так, не пісірсем, балық пісірайын бүгін. Как раз 3 балық. Ертең магазинге бару керек қой деймін. Тамағымыз бітіп бара жатыр. Так, достар, қараңыздар. Мынау біздің тамақ холодильнигіміз. Мынау біздің мына жерде арасында нан тұр екен. Мына жерде көкөністер мен жемістер холодильнигі. Мынау бізде тәттілер холодильнигі. Мен қыздарға көп тәтті білмеймін, себебі олардың іштері ауырады. Білесіңдер ғой, тәтті зиян. Бірақ аздан кішкене жеуге болады кейбір кезде. Мен де сөйтіп істеймін. Так, балықты пісірайын. Плитаны қосамыз. Балалар, плитаны қосқанда, егер сіздер өзіңіз балық пісіргіңіз келсе, плитаны қосқанда, балалар, қоспаңыздар плитаны. Ата-аналардың көмегімен немесе үлкен кісілердің қасында тұру керек. Қосу үшін немесе өздері қосып беру керек, чтобы бір өрт шығармас үшін. Плита дегеніміз электр нәрсесі. Яғни бұл, балық күйіп бара жатыр. Қалай тез пісіп қойыпты. Себебі бұл электр құралы. Ой, күйіп кеткен жоқ қой деймін. Неге мен отыра қалдым? Қызықпын. Айтпақшы, қыздар, тістерін жуған ба? Жуынып алған ба? Қызық-ай. Осын біліп келсем ау. Так, мына су. Енді ыстық шайымды құяйын. Нағыз қазақтар шай ішеді, білесіңдер ғой, ә? Кейбір ұлттардың дәстүрлері де бар, сондай дәстүр шай ішу. Жерде кішкене отыра тұрайын. Күн шығып тұр как раз. Кеш батайын деп қалдым. Кітап оқи тұрайын, кішкене бос отырмай. Кішкентай кітап отырайыншы. Қызық болып жатыр. Балқанды оқиға. Ой, келіп қалады ғой. 1 минут қалды олардың келуінен. Так, бақылай отырайын. Қазір келеді. Уақытпен бойынша. Әне, ауыстан олар ғой деймін. Әрен келдік қой. Тук-тук-тук, мама, есікті ашы. Кімсіңдер? Анашым, біз сендердің қыздарымыз. Аха, қазір есік ашам. Сәлем, қыздар, мен тамағым пісіріп қойдым. Ой, очкиім. Жүріңдер, кіріңдер. Так, жүр кеттік. Тамақтан ішіндер. Ауарыңды қойып қойындар. Телефондарыңды. Менің қыздарым.
тістерін жудыңдар ма, айтпақшы, жуыңдар ма? Қыздар, 5 алып келіңдер ма? Бау сондай нәрселер. Бүгін тест болды ма, бәрін айтып беріңдерші, қызық болып жатыр. Анысы не болды? Біз тісімізбен жуынған жоқпыз. Неге? Біз біздің уақытымыз болған жоқ, сондықтан асығып кетіп қалды. Бірақ ертең жуысы болыңдар. Жуылмасаңдар телефондарын алып алам. И біз сені мектепке қалай барамыз? Сен ертең мектеп емес, демалыс қой. И демалыс күн көп телефонда қарайсың. Сол үшін алып алам. Так что таңертең тістеріңді жуыңдар и жуынып алыңдар. И сендер уже кір болып кеттіңдер. Шаштеріңді қышып жатсыңдар. Шаштеріңде кір болған деп мағына берілдер. Жеңдер болды. Айтпақшы, ТЖБ, БЖБ дегендер болды ма? Тест. Бүгін БЖБ болған. Айта берді, ше баладыңдар. Мен кәдімгідей 10 бал алдым. Ал сен қызым, молодец. Сен қызым. Мен де 10 бал алдым. Құттықтаймын, қыздар, молодцы. Өтірік айтпашы, сен 9 бал алдың ғой. Ой, то есть 9. Молодцы. Ол 9 деген, ол да 10 балға жатады. Бірақ кішкене 10 бал минусам деген ғой, ештен кетпеді. Сол үшін барында кішкене телефон қарай тұрыңдар, дісті өзін жуам. Рахмет, анашым, далаға кішкене шығып қараңдар анда. Енді воздух керек қой. Анашым. Қыздарыма. Так, тұдыстарды шу. Так. Су жоқ па? Все. Шошып кеттім ғой, су жоқ деп. Так, жуып болдым. Қыздар, Қыздар, не болды анашым? Уже түн болып қалды. Ой, жүр кеттік, қараңғыда отырмайтын шығарсыңдар. Жүріңдер, телефондарын қойыңдар, киініп алыңдар. Пижаманы киіңдер, қазір ұйықтау керексіңдер. Тез кіріңдер. Так, көтерілеміз. Мама, шынында айтсам, лифт асықпай баяу ғой таспақа. Жамандаушы болма. Бұл лифт таспақа емес. Және біз 15 минут шығамыз ғой әше. Мама, представь, сен асып жатырсың, ал сен 15-10 минут тосып отырсың лифтпен сыпаған жатқа. Қойыңдаршы. Іштен кетпейді. Тосыңдар, шыдамдылық болу керек. Мама, сен сонда сөйтіп әтеге істедің бе? Жоқ, барыңдаршы болды. Комнатаға барыңдар, кейінді телефон қойыңдар. Мен сосын келем. Сосын пижаман киіп алыңдар. Пижама менің кәдімгідей киіп алам. Так. Тосшы мені. Тоспаймын. Не деген адамсың тоспайтын? Мына жерден. Так. Все. Телефонымды қоям. Ұйықтайым. Түн батты. Маған да киініп алып керек. Бүгін тоқып үлгерген жоқпын ғой мен. Жал. Ертең тоқитын болам. Так, пижама. Сағат неше болды? 10:00 болыпты как раз. Ұйықтайық. Қайырлы түн, қыздар, қайырлы түн анашы. Мен сені жақсы көрем. Мен де жақсы көрем. Ұйықтайық. Ал достар, осымен біздің отбасы деген тақырыптағы дока-бока ойынымыз бітті. Бұнда отбасында біз өзімізді, мынау менің апайым, мынау менмін, және бұл мен анам, отбасыда 3 адамбыз. Біздің әкеміз
ол алыс сапарға шығып кетті. Және ол сосын бірнеше күннен кейін ғана қайтып келеді. Біз әкемізді қатты сағындық, бірақ ол ештен кетпейді. Біз бәрібір де онымен көрсеміз, хат жазып отырамыз, кейде сөйлесіп отырамыз, әкемізді сағынамыз. Негізі біз отбасыда 4 адамбыз, бірақ қазір 3 адам болып қалдық. Бірақ қайттан 4 адам боламыз деп үміттенемін. Егер әкем сапардан аман сан алып келсе ғана, саяхаттан, ол саяхаттап кет қалды жұмыс бойынша. Егер күшті саяхаттаса, ол үшін сонда фотоны бәрін түсіру керек. Және аман қалып келсе, оған ақша көп төлейміз. Біз бай боламыз. Қазір мен отбасымыздың өміріміз аяқталды. Бұл видео сізге ұнаса, лайк басып тіркеліңдер. Лайк басып тіркеліңдер. Біз сіздердің тіркеліңізді күтеміз. Сау болыңыздар, құрметті көрермендер.